Assalamu алейкум бауырлар. Мына міне редуктор, газ баллон, автокөліктегі газ баллон редукторы. Бұл редукторды біздер түсінбеген ақау, газ құйылмайды. Заправкаға барамыз, газ жүрмей қалады. Бірақ баллон бос тұр. Сосын біз ашып тексердік, обратный клапандарын алып тастадық, құятын жердегі ана ішінде шаригі бітеп қалып тұрған шығарды. Поплавок болып, поплавокты алып тастадық. Одан ешқандай өзгеріс жоқ. Соны ашып жіберіп тексеріп көргенбіз. Қайсы қарайық. Бүйтіп тағамыз. Мынау кәдімгі обычный насос кәдімгі. Мына жерде міне штогі бар, обратный клапанның. Міне. Мынау кейін қарай жібермей қалады. Мына жерден шығады сол. Қазір міне ұрып қараймыз, жаймен ұрып қараймыз. Әкел, жаймен ұрып қараймыз, штокты қарап отырып. Міне. Азғантай шығып тұр. Міне. Азғантай шығып тұр. Ауа өткізіп тұр. Бірақ газ құйылмайды баллонға. Өйтіп тұрамыз да қатты істеп болған кезде шток көп шығады. Міне, ауа жібермей қалды. Уже мына кейін қарай ат жіберіп тұр. Ауа жібермей қалды. Міне, қайтадан. Міне. Ауа жібермей қалды. А жаймен үрсең, мынау шығып тұр. Газ заправкаға барып, резкий давление берген кезде, мынау шток қатты шығып кетті да, мына жағын бітеп тастап тұр. Оны қазір ашып қараймыз. Именно осыны обратный клапанды ашып қараймыз. Обратный клапанда пластмассты ашқанда бүйтіп, мына пластмасс тек направляющий қызмет атқарады. Сол клапанды ұстап тұрған. Міне, ішінде осындай пружин бар. Мынаны аламыз. Мынау, міне, обратный клапанның өзі мынау. Тесігі мынау. Мына резинка арқылы ұстап қалады. Бұны қалай істейміз? Мынаны былай қойдық. Мынаны қайтадан орнына жинаймыз. Мынаны салып қараймыз. Міне. Біткен кезде, жаймен үрген кезде мынау бүйтіп қозғалып тұрады. Нормально ауа жіберіп тұрады. Қатты тұрып болған кезде ол давлениемен мынаны бітеп тастайды. Міне. Мынаны бітеп тастайды. Міне. Бітеп тастағасын уже былай қарай газ өтпейді ол. Сондықтан мынаны аламыз біз. Мына пружинді аламыз. Мынандай мыс трубка бар ғой. Кәдімгі газовый оборудованиенің өзінің осындай мыс трубкалары бар. Содан осындай примерно бір 7 мм, 5 мм кесіп аламыз. Сосын мынаған саламыз. Мынаның басына, мынаны ұзартамыз тірейтін. Сосын пружинді саламыз да. Енді не істеген кезде біздің жаңағы трубкамыз мынаны бүйтіп ары қарай өткізбейді. Мына ауызды бітетпейді. Міне, штоғы қатты шықпайды. Мынандай жерде зазор бар. Мына екі ортамен газ өте алады. Міне, бүйтіп қозғалады. Қатты жауып тастамайды да, қатты қозғалады. Осыны қазір дәл осылай салып қарап, ұрып қараймыз. Ұстай, газ жібере ме екен, жібермей ме екен. Орнына саламыз қайтадан. Міне, мыс трубкамыз мына жерден көрініп тұр. Аны бүйтіп аламыз қайтадан. Бүйтіп тығамыз. Қайтадан ұрып қараймыз. Жағдай. Біріншісіндегідей жаймен ұрып қараймыз. Міне, ауа жіберіп тұр. Міне. Резко басып қаламыз. Бәрі ауа жіберіп тұр. Біздің жаңа трубкамыз, кесіп салған трубкамыз. Жаңа екі ортаны жаппауға көмектеседі да, бірақ кейін қарай жібермейді. Пружин итереді, обратный клапан жұмыс жасап тұрады, как болған. Ішіне газ кетеді. Ход бар. Жұмыс жасап тұрмын. Осылай өстіп трубканы салып жіберсеңіздер нормально болады. Осылай бауырлар, бәлкім керек болар. Көмегі тиіп жатса, таратып жан жаққа
арнаның дамуына көмектесек. Келесі көріскенше аман сау болайық.